Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Бүгін сіздерге Мистер и Миссис Смит фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Колумбияда жергілікті банда өкілінің қасақана өлтірілуіне байланысты полиция істі ашу үшін барлық туристерді тергеп тексере бастады. Джейн атты қыз бен Джон атты жігіт полициялардан құтылу үшін бірге үйленген адамдардың рөлін сомдайды. Бұл әрекеттері пайдасын беріп, олар ойлағандарын іске асырды. Екеуінің тосыннан орын алған таныстықтары жараса түсіп, кешкісін кездесуге барады. Түнімен көздері жіп болғанша қыдырып, көңіл көтереді. Осылайша таңды да бірге қарсы алды. Ал екеуі екі жаққа кеткенде, Джон өз достарына қыз туралы айтады. Дәл солай Джейн да өзінің құрбыларына жігіт туралы әңгімесін тасиды. Кейін екеуінің арасы жақсара түсіп, бірге тұруға шешім қабылдады. Бірақ та екеуінің басты проблемасы жұмыстарында еді. Колумбиядағы оқиғада екеуі де банда өкілі болатын. Және қазірде екі түрлі қарама-қайшылықта бандиттермен қызмет етеді. Бірақ та бұл жайлы өздері де білмейді. Арада бірнеше жыл өтті. Джейн мен Джонни бірге өмір сүруде. Алайда барлығы бұрынғыдай жарқын емес. Екеуінің араларында өмір қызықсыз болып бара жатқандай. Бұны өздері де байқап, отбасылық психологқа барды. Бұл жерде екеуі де отбасылық байланыстарын 10 балдың ішінде 8 деген балмен бағалайды. Ертесі күні тағы да екеуі үйде отыр. Өте қызықсыз уақыт өтті. Ал Джон бұдан қатты шаршап, жалғыз өзі психологқа келді. Жігіт әйелінің кемшіл тұстарын айтып сөз етті. Сөйтсе Джейн де күйеуіне білдіртпей, психологқа келіп күйеуінің кемшіл тұстарын айтады екен. Ал кешкі уақытта Джейн басқа сылтаумен өзінің бандалық ісіне аттанады. Дәл осы уақытта Джон да өз бандасынан тапсырма алып, соны орындауға шығады. Ол жертөледегі жасырын покер ойынына өзін алғаш ретінде таныстырып кіріп кетеді. Ал сәлден соң өзі көздеген красавчик деген адамды және үстел басындағы басқалардың барлығын өлтіріп тастайды. Ал Джейн болса қонақ үйде қызметкердің рөлін ойнайды. Аңқау еркекті өлтірген соң Джейн көршілер шақырған кешкі асқа асығады. Үйіне жеткенде қыз күйеуіне үстіндегі киіммен ұсталып қала жаздады. Екеуі бірге қонақтардың үйіне кірді. Джон ер адамның қасына барып жайғасты. Ал әйелдердің жанына жайғасқан Джейн амалсыздан балаға қарауына тура келді. Бұрын бала ұстап көрмеген Джейн қатты қорқып ыңғайсызданды. Келесі күні Джон Докидағы жұмысына барады. Бұрынғы құрылыс алаңының орнына адамдарды өлтіруге тапсырыс беретін контора ашылған екен. Бұл жолы Джонға өлтіруін керек деп Бенджамин Данс атты адамды көрсетті. Оның лақабаты Танк. Ал Джейн жұмысқа келгенде бір қызығы қызға да дәл осы Дансты өлтіруге тапсырыс берген екен. Осылайша екі жұп бір-бірін білместен Дансты өлтіруге аттанды. Жемтігін күткен құзғындай Данстың келер жолын торауылдап тұрған Джейн алыстан құрылғысымен жолда аңду үстінде. Күтпеген жерден белгісіз көлік келіп Джейннің құрылғысын құлатып кетеді. Сөйтсе бұл келген Джон екен. Ол да өзінің көздеген адамын өлтіруге келді. Джейн алыста тұрып жігіттің қолынан гранатометті көргенде бұл жай адам емес екенін түсініп, оны өлтіру үшін атып тастайды. Алайда жігіт бронежилеттің арқасында тірі қалды. Ал жауап ретінде жігіт Джейн тұрған жерді гранатометпен атады. Соның кесірінен Джейннің қондырып қойған бомбалардың барлығы жарылып кетті. Сонда Данс жарылысты байқап қашып кетті. Ал Джон мен Джейн тапсырмаларын орындай алмады. Осы жерде Джон Джейннен қалған сынық ноутбукты алып кетті. Кейін қалада досымен шай ішіп отырып, мені қайдағы бір әйел өлтіріп тастай жаздады деп әңгімесін айтады. Осыдан кейін Джон таныс хакерге сынып қалған ноутбукты алып барады, және хакер оның ішінен мекенжайды анықтап берді. Сонда Джон қатты таңғалды, себебі айтылған мекенжайда өзінің әйелі Джейн жұмыс жасайтын еді. Айтылған мекенжайға барғанда өзіні өлтіргісі келген әйелі Джейн екенін біліп қатты таңғалды. Джейн да өзінің тапсырмасын орындауына кедергі жасаған еркекті іздеп жүр. Кейін камераны қарағанда жігіттің жасаған қылықтарына қарап оның Джон екенін түсінеді. Осылайша ерлі-зайыптылар бір-бірін енді біле бастады. Кешкісін Джон үйге келгенде қолына бокал ұстаған әйелі Джейн қуанып күтіп алды. Ол Джонға мерекелік дастархан жайының себебін сенің жұмыстан оралғаның деп түсіндіреді. Алайда Джон Джейннің құйып беріп ұсынған заттарын жей қоймады. Кейін шампан бөтелкесін қолына ұстап, Джон оны әдейі жерге құлатқанда Джейн ептілікпен оны қағып алды. Дәл осы әрекеттен соң Джонның Джейннің банда екеніне көзі жетіп, сол сәтте екеуі де үйінің екі жағына қашады. Джон қолына қаруын алып сақтықпен үйінің ішінде іздеп жүргенде Джейн көлікпен кетіп бара жатыр екен.
Сонда Джон көршінің ауласы арқылы жүгіріп, абайсызда Джейннің көлігінің терезесінен атып алды. Сонда ашуланған Джейн көлікпен Джонды қағуға әрекет жасап кетіп қалды. Ал түнді екеуі де достарының үйінде өткізді. Джон досына бар оқиғаны айтып берді. Джейн де дәл солай. Түнгі уақыт кезінде екеуі де ұйықтай алмады. Ертесі күні Джейн өзінің агенттігіндегі әріптестерін әкеліп, үйдің ішін ақтара бастады. Үйдің ішінен Джон жайлы мәліметтер табылар ма деген үмітпен. Қанша жерден Джон оның қарсыласы болса да, Джейн үшін бұл көрініске қарау оңай болмады. Әйелі кеткеннен кейін Джон үйінің астан-кестеңі шығып, онымен қоса гараждағы құралдарының қолды болғанын көріп қатты ашуланды. Джейннен ақысын алмаса да, бір-екі рет ауаны ұрып алды. Бұл уақытта офистерінде отырған Джейн мен оның әріптестері Джонның артына адам салып, аңдып көрейік деген болатын. Бірақ заманауи технологияның көмегімен Джонды оңай тапты. Сөйтсе Джон дәл өздері отырған офистің ішінде екен. Джейн мен ғимарат ішінде байланысқа шыққан Джон оған бір мүмкіндік беретіндігін айтады. Әрине Джейн оңай белгілей қоятын адам емес. Сол уақытта барлық іштегі әйелдер қарсы тұрған ғимаратқа арқанмен қашып кетеді. Кешкісін досы Эддидің үйінде Джон Джейннің отырған бөлмесіндегі заттарды зерттейді. Ол өртенген болса да шеті қалған компанияның атауы жазылған қағазды тауып алды. Джон бұл компания ғимараты Джейннің бандасының офисі деп ойлап, күндіз бет-аузын бүркемелеп, осында келді. Алайда Джейнді ұстаймын деп келген ол, ақыр аяғында өзі Джейннің тұзағына түсіп, лифтте қамалды. Сөйтсе бұл жыртық қағазды Джейн әдейі тастаған екен. Ал енді қамауда қалған Джонға Джейн мен сені өлтіргім келмейді. Саған мүмкіндік беремін және де сен қаладан кетесің деп айтады. Ал негізі Джейннің әріптестері Джонды өлтіруді ойлаған еді. Сондықтан бұл сөзін аяқтамай тұрып лифтті жібере салады. Содан лифт 17-ші қабаттан төмен қарай құлайды. Алайда Джон айы оңынан туып аман қалды. Сөйтсе Джон бұл нәрсені де алдын ала қарастырып, басқа лифтіде тұрған екен. Ал кешкісін жас жұбайлар қаладағы элиталық мейрамханада кездеседі. Джейн көзінен жас аққандай жыламсырап отыр еді. Джонды көрген кезде жүрегі тынышталғандай болды. Отырып кішкене әңгіме айтқан соң, жұптар ортаға шығып билей бастады. Билеп жүріп олар бірін-бірін қарусыздандырады. Джейн әжетханаға кіріп, ол жерде бір былық ұйымдастырып, кейін көп халықтың арасында тығылып қашып кетеді. Джейн кетіп бара жатып та Джонды өлтіруге әрекет жасады. Осыдан кейін Джон көлікпен үйіне барып, әйелінің берген сыйлықтарын барлығын өртегісі келді. Сөйтсе, үйдің ішіне Джейн де келген екен. Кейін екеуінің төбелесі үйдің ішінде жалғасты. Төбелес өте жоғарғы деңгейде болды. Үй ішінде бұл төбелеске қару болып қатыспаған бірде-бір зат қалмады. Екеуі бірін-бірін ат души ұрады. Кейін төбелестің соңы бір-біріне қару кезеңумен аяқталды. Алайда қанша жерден жаға жыртысқанымен екеуі де бірін-бірін аталмады. Себебі әлі де болсын олар отбасы. Солай екеуі де төбелесудің орнына басқа нәрсемен айналысып кетеді. Кейін бірі-бірінің төбелес өнерін мақтап, сындырған кружкаларымен сусын ішеді. Дәл осы уақытта үйге шабуыл жасалды. Жан-жақтан белгісіз бір топ келіп, оқ жаудырып, үйдің ішіне бомба лақтыра бастады. Джон мен Джейн бірге жертөлеге тығылды. Күтпеген жерден робот келіп, үйге бомба тастайды. Соның кесірінен үйдің түгі де қалмады. Осыдан кейін үйдің сыртында тұрған көршілерінің көлігіне мініп қашып кетеді. Жол бойында оларға 5 бірдей қара көлік шабуылдады. Ал олардан құтылған соң екеуі бір-біріне өтірік айтпаймыз деп уәделеседі. Бұл болып жатқан оқиға жайлы Джон мен Джейнге тек қана Эдди ғана түсіндіреді. Оның айтуынша, қазір екеуінің басына ақша тігілген. Екі жақтың мекемесі де бір-біріне бақталас. Сол үшін де екі жақтың мекемесі бірігіп, ерлі-зайыптыларды өлтіргісі келеді. Сондықтан да екеуінің некесін құтқарып қалатын бір адам бар. Ол адам Данс. Енді ерлі-зайыптылар Дансты ұстап мекемелеріне тапсырғысы келді. Ал Данс дәл қазір абақтыда және оны қорғаушы адам өте көп. Джон түрмеге құбыр арқылы кірсе, Джейн көлікте отырып ақ күйеуіне көмек береді. Бұл екеуі бірге әдемі дуэт құрып қамаудағы Дансты құтқарып алды. Ерлі-зайыптылар қолдарына Дансты түсірген соң, оны отырғызып қойып сұрақтар қоя бастайды. Сөйтсе Данс деген жай ғана жемтік екен. Ал оны өлтіруге берілген тапсырманың мақсаты Джон мен Джейнді өлтіру болып шықты. Екі мекемелердің мүшесі де бұлардың тұрмыста екендігін анықтап, әдейі бір тапсырма берген. Сондағы мақсат екеуінің біреуі өліп қалсын деген ойменен. Бірақ та екі мекеменің де жоспарлары іске аспады. Осы сәтте Дансының қолынан чип табылды. Бұл деген сөз, жаулары мекен жайды анықтап, осы маңға жақындап келеді. Барлық аудан бақылауға алынды, ал Джон мен Джейн тығылып үлгерді.
Осылайша ерлі-зайыптылар ақылдасып, өмір бойы қашып жүргенше, дәл қазір оларға қарсы шығайық дейді. Осыдан кейін супермаркетке барып, қарсыластарын күтеді. Екеуі де дүкеннен табылған киімді киіп, Смиттер отбасы келген арнайы жасақты күтіп алды. Жасақ өте көп, олар келуін тоқтатпаса да, Смиттер отбасы әрқайсысын оңай жеңіп отты. Осылайша екі жалдамалы жендет барлық адамды жеңіп, өзінің мекемесіндегілерге кімнің мықты екенін дәлелдеп тастады. Және де Смиттер отбасы өздерінің некелерін соңына дейін қорғаймыз деп уәделерін берді. Кейін кадр ауысып, психологтың алдында Джон мен Джейнді көреміз. Олар отбасыларында ешқандай мәселенің жоқтығын және соңғы жағдайларға байланысты олардың отбасындағы ауа райы қатты өзгергенін айтады. Ал фильмнің соңында Джон өзінің некесін мақтан тұтатын және де Джейнді өмірінің соңына дейін қорғап өтетіндігін айтты. Осылайша фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.